Ассалаумағалейкум, құрметті маңғыстаулықтар, құрметті Баспана Газет каналына тіркелушілер. Карантинге байланысты күнделікті видео салуға бізге мүмкіндік болмайды. Сол себепті арасында осылай видео салып тұрамыз. Қазір 29 микрорайон, 24 домға келдік. Бұл домда 4 комнатты үй түсіретін боламыз. 12 этажды дом. Сол 12 этаждың 12 этажында орналасқан 4 бөлмелі черный вариантты үйді түсіретін боламыз. Ендеше бізден бірге болыңыздар, лайк басып, комментарияға пікірлерін жаза отырыңыздар. Міне 12 этажға келдік. Жалпы жер капельмен жасалған, стеналы сырланған қабырғалары. Міне біздің квартирамыз осы есік. Жалпы бұл жерде осындай бір орын бар арнайы. Жалпы бұл жерде былай қосып алсаңыз болады, өзіңізге жеке жүктерді немесе басқа нәрселерді жинауға. Бұл жерде қосып алуға болады жалпы. Ендеше әрі қарай үйімізді түсіре беретін боламыз. Ал міне құрметті тіркелушілер, құрметті көрермендер, міне келдік 4 бөлмелі үйге, 29 микрорайон, 12 этажда орналасқан 24 дом. Ендеше бір шеттен бастап түсіре берейік, әрі қарай айтып отыратын болам. Мынау енді бір екі залымыз десек болады. Осылай қарасақ, ұзынауы осылай салынған. Бұлар где-то 3 метрдей бар, 2,5, бұлай 6 метрдей бар ұзындығы. Және мына жерде пластик тереземен жасалынған. Газы кетіп тұр, жылы. Бұл үйді дейтін тек черный вариант есебінде алғанда тек дәл осылай ештеңесін жасамай адам тұрмаған. Терезелер бәрі ашылып жауып тұр. Қарасаңыздар, қаланы әдемі көркін көрсетеді. Қасым жерде, жақын жерде Нұрплаза, Аққала Молл, 12 этажда орналасқан. Видеоны соңына дейін қараңыздар, толық мағлұмат беретін болам, квадрат метрін және қанша бағасы. Жалпына жарлары пеноблок таспен қаланған, потологы теп-тегіс, өте бетонмен тұр. Және бұл жерде тоғы, каждый бөлмеге тоғы, суы, жаңағы газы, жылуы бәрі келіп тұр. Өзіңіздің қалағаныңыздай бұзып, қайтадан салып алуыңызға болады. Мына екінші бөлмені түсіріп жіберейік. Бұнда бір зал есебінде қарасақ болады. Бұл бөлмеде де дәл солай пластик тереземен суы бәрі келіп тұр. Мына жерге бірақ отопление қондырылмаған. Жалпы отопление қондырып кету керек деп ойлаймын негізі. Бәрі орындар дайын тұр, қосып қондырып кету керек. Сол қабырғалар сол пеноблокпен салынған тастары. Бұны бұзып, өздеріңіз қалағаныңызда перестройка жасауға, мыналар бұзып қайтып жасауға ыңғайлы өте. Ендеше кеттік, ары қарай бөлмелерді түсіре берейік. Мына жерде кладовка, яғни жүк жинайтын коридорында жасалынып кеткен. Және мынау туалет ванныға немесе жүк жинауға сондай арналған. Негізі бұл жермен, осы жермен туалет ванныға арналған иесі екі бөлмені бұзып, біреу кішілеу қылып салып, неге десеңіз үлкен қылып салып кеткен ғой. Осы жердегі ортаны кухня қылғысы келеді. Сонда бізде 4 бөлмелі үй болып шығатты. Кеттік, ендеше нақта 2 бөлмені түсірейік. Мынау біздің кіреберістегі сол жағымыздағы бөлме, бұл яғни спальня десек болады. Шағын бөлме. Бұл жерге де пар келіп тұр, өздеріңіз көріп отқандай, бәрі жылы. Және мынандай екі жақта да осында сквозной балконы бар. Бұл балкондарды ұзартуға болады, бұзып, ары қарай созып алсаңыз болады. Және өте керемет вид бар. Ары қарай көруіңізге есеніп, бүкіл домдарды қарауыңыз болады. Терезені ашып көрсетейік. Жел болып тұр. Сол себепті даусымыз жай кішкене басқаша естілуі мүмкін. Міне осындай балкон. Бұның екінші бөлмесі де осындай, жалпы қазір көрсететін боламыз, кеттік жүр. Кіргеннен кейін міне оң жағыңызда 2 зал болса, кіргеннен кейін сол жағыңызда 2 тағы бөлме бар да, қарап отқанымда.
Ал мына екінші бөлмесі кішкене ұзындау келген, мына спальняға қарағанда. Ұзындығы бір 6 метр болса, бір ені 2,5 сондай бар, 2,80. Потологын 3 метр, көріп отқандай биік. Және бұл жерде де көріп тұрсыз, осындай балконы бар, сквозной. Бұл жерде бұзып, балконды бұзып, ұзартып алсаңыз болады өзінің қалағаныңыздай. Себебі пеноблокпен салынған. Бұларды бұзып немесе қайтып жасауға өте ыңғайлы. Сен сөйлемейсің бе? Сөйлеймін ғой. Не затқа сөйлейсің? Не затқа сөйлейсің? Микрофон қой. Нақтылы тұр, нағылы тұрсың ба? Ал бәрі сөйтіп тұр, брат. Полный кадр сөйтіп тұр. Дайынсың ба? Міне 4 бөлмелі үйімізді түсіріп болдық. Енді сіздерге айтайын, бұл жерден общий квадрат метр 103 квадрат метр. 103 квадрат метр, 4 бөлме, және жаңағы айтып отқан ортасындағы жаңағы туалет ваннысын және де үлкен бір кладовка бар, соны бұзып сол жерде кухняға сығылады. Сонда бұл жер әдемі өте керемет 4 бөлмелі үй болып шығады. Бұл яғни 29-ші микрорайон, 24-ші дом, 12 этажды дом, 12-ші этажда орналасқан. Бұл биікте орналасқанымен 2 лифтісі бар, жүк таситын және адам тасымалдайтын 2 лифтісі бар, және лифттің ішінде камера орналасқан. Лифт, скоростной лифт, тез көтеріп келдік, бір 5-6 секундта. Және бұл домның нөлевой этажында паркинг бар, яғни көлік автотұрағы бар. Сол жерге автотұрақтарыңыз қойсаңыз да болады. Және сырттарда арнайы бақшалар бар, оны да түсіретін боламын. Және бұл жердің үйдің бір жақсысы орналасқан жері жолдың бойында, және Нұр Плаза бар, Аққала мол бар. Өте ыңғайлы, кіріп шығуына адамдар демалуына бара қоятын арнайы Аққала мол торговый центр орталығы бар. Және бұның бағасы, үйдің бағасы 10 миллион 500 мың деп отыр. Өте керемет баға деп ойлаймын өз басым. Бұндай 103 квадрат метрде 10 миллион 500-ге үй табу қиындау болады. Негізі жоғары этаж болғанымен біреулерге жоғары этаж ұнайды, сол себепті алатын адамдар болады деп ойлаймын. Бағасы 10 миллион 500, және жалпы кішкене болса да уступка болады, яғни келісім болады деп жатыр. Үйдің иесінің номерін астына қойып кететін боламыз. Сол номерге хабарласып, толық сұрақтарыңызға жауап алсаңыз болады. Және құрметті көрермендер, бір біздің жаңалығымыз бар, айта кететін, біздің арнайы тапсырыспен жасайтын жиһаз цехымыз бар. Егерде үйлеріңізге шкаф немесе кухня тағы да басқа жиһаздар сатқыңыз келсе, бізге хабарлассаңыздар болады. Видеоның соңында жарнамамызды қойып кететін боламыз. Сапалы әрі жылдам жасайтын сондай цехымыз бар. Ал барлықтарыңызға сәттілік, әр қазағын баспаны болсын. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, және каналымызды таратып, қолдап жіберіңіздер. Және комментария жаза отырыңыздар, қандай үйлер түсірейік, және алдыңғы уақытта үй алудың жолдарын да айтатын боламыз. Қалай үй алу керек, осының бәрін айтатын боламыз. Әр қазағын баспаны болсын, ал кеттік ал.